Ініңді зекет алатындай, ағаңды зекет алатындай дәрежеге апарма. Тілемшілетпе оларды. Сенде бар ма зекет беретін мүмкіндік? Бар, мүмкіншілік бар. Жасап таста жағдайың. Тірі күнінде жасап. Өлгеннен кейін піл соясың ба? Әкеліп анаконданың терісімен байлайсың. Бәрі бос нәрсе қажекелер. Өліп қалғаннан кейін өтірік жылау керек емес ол. Әртістерді шақырып берсең, сен орныңа жылап бере салатын ады бұл дейді. Жақсы дауыстармен. Көрдіңіз бе? Сондықтан тірі күнінде бағалау керек адам. Мына пайғамбардың айтып жатқан осы, қияметің сенің өліміңнен басталады деп жатыр. Демек, тірісің бе, айналаңа не істеп таста деп жатыр? Қолыңдағы шыбығыңды екіп кет деп жатыр. Көмектесіп кет деп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Осыны айтқан екен. Яғни мына өмірден қажеке не деп жатыр? Бос кет деп жатыр. Бос кет. Өзіңмен бірге бірдеңені алып кетпе дейді. Өтіп бара жатқан кезде ат деген ай, ана нәрсе істелінбей қалды, мынау бүйтпей қалды, мынау сөйтпей қалды деп уайымдап кетпе дейді артыңдағы нәрсені. Әдемі кету керек та. Ертең кетуге дайынсың ба деген кезде дайынмын дейтіндей адам болу керек та. Негізінде де. Енді қазір оны айтып жатқан мен жақтырмай жатсыздар, түсініп отырмын. Бірақ негізі ілгерідегідей адамдар таң атса кешінің батқанын күтпейтін болған. Біздегі пландар сұмдық. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен бірге мешітте отырады да, қолына таяқ алады да, таяқты бүйтпесе қажекелер. Төртпішті қылып сызады жаңағы. Топырақ қой пайғамбарымыз мешіті Мәдинадағы. Топырақты бүйтіп төртпішті қылып сызады да, ортасына нүкте қояды бүйтіп. Сол нүктеден ұзын бүйтіп сызық шығарады да, жаңағы төртпіштің сыртына дейін шығарып жібереді. Елестетіп жатсыздар ғой, ортадағы нүктеден жаңағы төртпіштің сыртына дейін шығарып жібереді де, төртпіштің ішіндегі сызық бар ғой енді. Солардың әрқайсысына садақтың жебесі сияқты былай нелер қояды ғой. Жаңағыдай, не десек болады? Сызықтарда кішкентай. Ана сыртындағы шыққан сызыққа қоймайды қажекелер. Төртпіштің сыртындағы сызыққа қоймайды ештеңе. Ұзыннан сыз жібереді бірақ. Мынау қандай уағыз дейді ғой пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Ал түсініп ал. Мынау қандай уағыз дейді. Таба алмайды ананы сахабалар ше. Таба алмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сонда не дейді? Мына ұзын, мына төртбұрышты дейді да, мына бірінші төртбұрышты қосылған. Бұл төртбұрышты өлшеулі өмір дейді ше. Мына нүкте дейді ортада тұрған, ол сенсің дейді. Ана сызық бар ғой, ұзынан кетіп атқан сызық сенің армандарың мен мақсаттарың дейді да. Ана жаңа кітек сызықтар қадалған сияқты. Бұлар сенің арман мақсатыңның орындалуы жолында кездескен кедергілерің дейді. Ана төртбұрыштың сыртындағы сызық дейді да, ол сен өмірден өтіп кеткеннен кейін орындалмай қалған арман мақсаттарың дейді. Шайтан негізі адамды болашақпен қатты алдайды болашақпен. Бізге намаз оқытпай жүргенде сол ғой оның ше. Сәл не қылып ал, шаруалаң не қылып бар, бітіріп ал, сосын оқисың. Жоқ, ол деген сен шаруаң бітпейді ол. Бізге дейін ешкім бітіре алмаған о шаруаны, бізден кейін де бітіре алмайды бұл дүниенің шаруасын. Сол шаруаның ішінде жүріп, Құдайға сенің шынайы құл екендігін дәлелдеп кетуің керексің да ана жерде. Көрдіңіз ба? Демек ана сызықтың төртбұрыштың сыртындағы сызық бар ғой, орындалмай қалған армандар дейді. Яғни оның өмірі жетпей қалған нәрселер дейді. Демек адам армандаған нәрсесінің барлығынан ести алмайды қажекелер, жете алмайды. Бірақ шайтан адамдарды арманмен алдай береді қажекелер. Ол деген сөз арман мақсат қойма деген сөз емес. Оны тағы шығады ертең. Оны молдалар арман мақсат. Ол вообще басқа әңгіме ол. Ол бөлек әңгіме. Дұрыс, жақсы пландар қойып жұмыс істеуге, бірақ сен планыңның барлығы орындалатынына гарантия жоқ қой. Барлығы сен қалағандай болмайды ғой. Дұрыс па? Бәрі біз қалағандай болатын болса, жер бетінде кедей қалмай қалады қажекелер. Қазір кедей бай болсам, бай құдай болсам деп жатқан заманда жүрік қой қазір. Жарыс бізде біліммен болып жатқан жоқ, дүниемен болып жатыр қажекелер. Жарыс бізде дүниемен, машинамен, үймен, мансаппен болып жатыр қазір. Оны бәрі мойындайды. Ол солай. Көрдіңіздер ме? Демек сол жарыстардың ішінде кім озады енді ал енді? Кім озады? Ешкім оза алмайды оны жай. Бізге дейінгілер жарысып шаршаған оны. Бірақ ешкім оза алмаған. Бірақ жақсылығың сенің иншалла істеген қайырың не істейді? Бәрібір қалады. Қайырымдылық істесең қайырымын өзің көресің деген әңгіме бағана.